Жаман зиянды әдеттер қалай пайда болады? Ол әрине жалқаулықтан пайда болады. Ал жалқаулықшы ол қалай пайда болады? Ол әрине мақсат жоқтықтан пайда болады. Сізде алға қойған нақты мақсаттарыңыз жоқ. Сіз айтуыңыз мүмкін, менің мақсатым бар, мен жалқау емеспін, мен күнделікті жұмысқа барам, жұмысымды істеймін, үш мезгіл тамағымды ішем, достарыммен араласам, отбасыммен араласам, әйтеуір күнімді солай өткіземін, менде мақсат бар деуіңіз мүмкін. Енді өзіңізге сұрақ қойыңызшы. Күн сайын қанша ақша табасыз? Әлде болмаса ай сайын қанша ақша табасыз? Күніне 3000, 5000, 10000 теңге табатын шығарсыз. Айына 150, 200, 300 мың теңге болуы мүмкін. Осы ма сіздің мақсатыңыз? Сіздің жалқаулығыңыз, сіздің жаман әдеттеріңіз не екенін айтып берейін ба? Біріншіден, ешқашан миымды өзгертем деп ойламағансыз. Екіншіден, жалқаулығымды, жаман әдеттерімді жеңуім керек деген сізде вообще ой болған емес. Үшіншіден, рухани баюды, яғни рухани дамуды мүлдем ойламайсыз. Төртіншіден, ақшалай бостандыққа шығып, өз мақсаттарыма қол жеткізіп, миллионер болам деген мүлдем ой жоқ сізде. Бәлкім сізде қорқыныш болуы мүмкін. Бәлкім сізде сол жолға жетектейтін адам болмауы мүмкін. Но бәрі өзіңізге байланысты. Ал енді бұл жалқаулықтан, бұл жаман әдеттен қалай арыласыз? Міндетті түрде миды өзгерту арқылы. Ең алдымен миды өзгертесіз. Мен жасай алам, мен қолымнан келеді, мен істеймін деген нәрсені миыңызға кіргізесіз. Екіншіден, 1-2 жылға үлкен мақсаттарды жазасыз. Осы уақытқа дейін жасамаған, осы уақытқа дейін ойламаған мақсаттарыңызды 1-2 жылға қоясыз. Содан кейін жоспар құрасыз. Ай сайынғы, апта сайынғы, күн сайынғы. И соларды күнделікті жасайсыз. Сіз не үшін күнделікті осы жоспармен жұмыс жасап жатқаныңызды білуіңіз керек. Себебі бәлкім сіз жылына $100 000 ақша табам деп мақсат қоюыңыз мүмкін. Бәлкім жылына $500 000 ақша табам деп мақсат қоюыңыз мүмкін. Вот, сіз көз алдыңызға елестетуіңіз керек. Неге қол жеткізетініңізді. Вот сол кезде ғана сізде әрекет болады. Сосын 1-2 жылда бұл мақсаттарыңыз орындалған соң, сіз не істейсіз? Артқа қарайсыз. 30 жыл, 40 жыл, 20 жыл бәлкім, осы уақытқа дейін осындай үлкен мақсаттарға қол жеткізбегеніңізді көресіз, и нәтижесінде какой-то 1-2 айдың ішінде сізде үлкен мақсаттар орындалып жатыр. Демек, сіз өз жалқаулығыңызды жеңдіңіз, демек сіз өз жаман зиянды әдеттеріңізді жеңдіңіз. Мінекей сізге нәтиже. Осылай жасауға үйреніңіз.